Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді ыстық тамаққа борщ жасайтын боламыз. Ал десертке творожный пирог жасайтын боламыз. Ары қарай көріңіз. Бізге ингредиенттерден қызылша, сәбіз, картоп, орам жапырақ керек болады. Және де пияз. Бәрін дайындап тураймыз, теркадан өткіземіз. Ең алдымен қазанымызды қыздырып, оған май қосып, пиязымызды қуырып аламыз. 4 минут қуырғаннан кейін оған сәбіз қосып, тағы да 4 минут қуырамыз. Қуырып болғаннан кейін қызылшаны қосамыз. Және де мен 5-6 минут қуырдым. Одан кейін томат пастасы. Мен 2 ас қасық томат пастасын қостым. Және тағы да үстіп қуырамыз. Барлығы жақсылап қуырылғаннан кейін туралған картопты қосамыз. Одан кейін ыстық су қосамыз. Ыстық суды өзіңіз субыңыз қандай консистенция қаласаңыз, соған байланысты мөлшері. Қою болып қалса, тағы да су қосамыз. Ең соңынан орам жапырағымызды қосамыз. Одан кейін картопымыз піскенше сорпамызды қайнатамыз. Қосқаннан кейін жай ғана барлығын жақсылап араластырамыз. Ең соңынан тұзды, дәмдеуіштерді қосамыз. Және де міндетті түрде чеснок қосуға кеңес беремін. Біздің сорпамызға күшті дәм беріп тұрады. Және жақсылап араластырып, картопымыз піскенше сорпамызды қайнатамыз. Міне, борщымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Ал енді өте дәмді творожный пирог жасауға кірісейік. Бізге керек ингредиенттер: 100 грамм сары май, жұмсартылған 1 жұмыртқа, 150 грамм қант, 200-300 грамм ұн және де 1 шай қасық разрыхлитель. Ең алдымен ұнды алдын ала ситадан өткізіп алдым. Оған 1 шай қасық разрыхлитель қосамыз. Одан кейін кішкене ғана тұз қосамыз. Және енді қант өз мөлшеріңізбен қосасыз. Мен 150 граммдай қостым. Азырақ немесе көбірек қоссаңыз болады. Одан кейін ортасына 1 жұмыртқаны қосамыз. Немесе сіз бірінші майды қосып алып, содан кейін барып жұмыртқа қосқан дұрысырақ. Енді майды теркаға өткіземіз. Және де одан кейін ары қарай қамыр илейтін боламыз. Майды алдын ала ұнға аунатып алған ыңғайлырақ болады. Енді бізге қалғаны жай ғана ингредиенттерді араластырамыз. Және де қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болып шығу керек. Міне, қамырымыз осындай болып шығу керек, өте жұмсақ. Және де осыны алдын ала форманы дайындаймыз. Форманы шетін маймен жақтым. Және де үстіп бүкіл формаға жайып шығамыз. Форманы кез келген диаметр алсаңыз болады. Бірақ
21 сантиметрден аз болмауы керек. 21 сантиметрден аз болса, онда ингредиенттерді азайтасыз. Өйстіп бүкіл формаға жайып біткеннен кейін начинкамыз дайын болғанша тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді начинка жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ванильный сахар, 2 жұмыртқа, 400 грамм творог және 180 грамм қант керек болады. Ең алдымен ыдысқа творогты салып аламыз. Қантты өз мөлшеріңізбен алсаңыз болады. Мен 180 грамм алдым. Азырақ немесе көбірек аласыз. Енді қантты қосамыз. Өте оңай жасалады. Жай барлық ингредиенттерді қосып алсақ болғаны. Енді ваниль немесе ванильный сахар, бірақ міндетті емес. Одан кейін 2 жұмыртқаны қосамыз. Енді бізге блендер керек болады. Осы блендермен жай ғана езіп аламыз. Содан кейін начинкамыз дайын болады. Және начинкаңыз тым қою болса, онда қалауыңызша 2-3 қасық қаймақ қоссаңыз болады. Мен 2 ас қасықтай қостым, 20%. Енді ары қарай араластырамыз. Міне начинкамыз осындай болып шығу керек. Осындай консистенция болады. Енді қамырымызды тоңазытқыштан шығарамыз және ортасына жай начинканы салып өйстіп түйелейміз. Енді пирогымызды 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Міне пирогымыз духовкадан шықты. Міндетті түрде суытамыз. Менде тоңазытқышта 4-5 сағаттай тұрды. Суығаннан кейін өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менде чизкейктің бюджетті варианты.